sport. Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Sport, sport, sport. Yelim barda yerlik bar maqtanadım. Yerlik barda namus bar saqtaladım. Namus barda jеңiz bar жетелейdim. Жеңиз барда yelim bar еркелейdim. Бекке болған самғайды елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды бейбіт күн батырлары. Сәлем. Біз бүгін кітап оқу бөліміне келдік. Біз бүгін кітап оқу бөлімінде ұзақ ертегілерді таңдаған жоқпыз. Баланың тілі өте ауыр болғандықтан біз өзіміздің балалар деп аталатын болады. Сол құстың ұясы әңгімесін мен бүгін Азиреге оқып беретін боламын. Шәлем Азире. Міне қара Азире, бірге оқимыз. Құстың ұясы. Балалар ойнап жүріп, ағаштың ішінен бір құстың ұясын көреді. Бұл ұяның ішінде екі балапан отыр екен. Балалар біреуін алып, үйіне әкеліпті. Әкесі баласына айтады: "Бұл балапанды ұядан неге алдың?" Шешесі балапандарынан тұра алмайды. Балапансыз шешесі қайғырады, далада құр өліп қалады ғой дейді. Балалар балапанды аяп, ұясына апарып қояды екен. Түсіндің бе? Балалар қай жерден құстың ұясын тауып алады екен? Қай жерден тауып алды құстың ұясын? Қай жерден тауып алды балалар құстың ұясын? Ағаштың басынан, иә? Оның ағаштың басында ұяда неше балапан отырды? Нешеу? Екі балапан отырды, иә? Оның балалар нешеуін алды? Нешеуін алып үйіне алып келді? Біреуін алып келді, иә? Сосын кім айтты? Оның шешесі іздейді, анасы іздейді. Анасы болмаса балапан өліп қалады деп кім айтты оларға? Әкесі айтты, иә? Балапанды үйіне апарыңдар, ұясына алып барыңдар. Анасы болмаса балапан өліп қалады. Сол үшін анасынан баланы айырмаңдар деді, иә, балапанды. Сосын балалар не істеді? Балалар балапанды алып ұясына апарып қойды, иә? Міне көрдің ба? Ағаштың басынан балалар балапанды алып жатыр. Көрдің, бір балапанды алып үйіне алып барады. Үйіне алып барған кезде әкесі балапанды орнына апарып қойыңдар. Олар анасыз өмір сүре алмайды. Әлі кішкентай деді. Сол себепті балалар қайтадан ұясына балапанды апарып қояды, анасына береді. Өте ақылды балалар екен, иә? Құстың ұясынан балапандарды алуға болмайды, иә? Молодец. Міне осымен біздің құстың ұясы әңгімесін Азиреге оқып беріп, кішкене болса да балаға мейірімділік, ізгілік, баладан анасын айырмау керектігін, әрбір жануардың тіршілік иесінің анасынан айырмай өсіп жетілу керектігі екенін кішкене болса да түсініп бердік деп ойлаймын. Ал келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлем. Бізде бүгін армандар картасы, өзіміздің отбасымызды, өзіміздің балалармен бірге күнделікті қиялдап, армандап, осы нәрсеге жетсек екен, осылай бізде болса екен, біз өмірімізді осылай жақсы сүрсек екен деген өзіміздің арманымызды, қиялымызды фотоға түсіру арқылы біз армандар картасын жасайтын боламыз. Біз армандар картасын жасауға 8 бөлікке бөлдік. Армандар картасын бізге байлық, даму, білім, біздің семьямыз үшін ең бастысы балалардың дамуы, балалардың білім алуы. Біз сол бағытта инвестицияларды сол бағытқа өте көп құямыз. Балалардың дамуына, білім алу жағына және де жаңағы отбасының мейірімділігі сол бағытта біз көп жұмыс жасаймыз. Ендігі біздің өзіміздің кішкене ғана шағын мемлекетіміз отбасымызға саяхаттау бағытында жөнінде қосып келе жатырмыз. Біз балаларымыз кішкентай болғандықтан енді саяхат бағытын қолға алып келе жатырмыз және рухани тыныштық, балаларға кітап оқу, кітапханаға бару деген сияқты дәстүрлерді қосып келе жатырмыз. Денсаулық осындай армандар картасына қызымыз екеуміз жапсырып арманымыздың орындалуына әрекет жасаймыз. Алладан тілейміз әрине біріншіден, одан кейін әрекетте боламыз. Сол әрекетіміздің алғашқы бастамасы ретінде біз баламыз екеуміз суреттерді қиып жапсыратын боламыз. Ал кеттік. Сәлем достар. Бүгін біз шежіремізбен танысатын боламыз. Біз қайдан шықтық, ата-бабаларымыз кім, жеті аталарымыз кім, сол туралы мінекей Азиреге бүгін түсіндіретін боламыз. Біз Кеген кетеннің ұрпағымыз, яғни Текей батырдың Кеген деген ұлынан тараған ұрпақтарымыз. Біз Қызылорда облысы Қармақшы ауданы жырау шыққан шырайлы мекен Қармақшы өңірінен шыққан Қармақшы өңірінің тумалары болып келеміз. Біздің ата-бабаларымыз да жырау жыршы кісілер болған. Міне сол жайында бүгін Азиреге түсіндіріп өтетін боламын. Азире, сенің руын Кете руынан шыққан Текей батырдың ұрпағы болып келесің. Текей батыр бізде өте батыр, мықты, қолбасшы кісі болған. Біздің қазақ халқымызды, елімізді жаугершілік заманда жаудан қорғаған әнші, батыр кісі болған. Сол кісілердің сен ұрпағы болып келесің. Біздің жеті атамыз, сен әкеңнің аты кім? Әкеңнің аты кім? Мерейдің сен қызысың. Сен атаңның аты кім? Жаңбыршы. Одан кейін Жаңабай. Одан кейін Таңсықбай. Одан кейін Сақал. Одан кейін Қалыбай ата. Өтеміс ата. Майлыбай ата. Міне осы сенің жеті атаң, иә? Жеті атамызбен таныстық. Енді мынау біздің Жаңабай атамыз, дәу атамыз, үлкен атамыз біздің. Сол үлкен атамыздың мынау жұбайы біздің әжеміз, иә? Одан кейінгі Жаңбыршы атамыз, мынау Жаңбыршы атамыздың жұбайы біздің әжеміз, иә? Әжеңіз танисың, иә? Одан кейін мынау кісі кім? Мынау кім? Папа, сенің әкең, иә? Әкеңнің аты Мерей. Мынау сенің анаңның аты кім? Эльмира. Мынау әжең сенің, иә? Міне бүгін біз жеті атамызбен, өзіміздің шыққан тегімізбен, қай жерден шыққанбыз, қай жерден тумасымыз, қай батырдың ұрпағымыз, міне соның барлығымен бүгін Азиремен таныстырдық.
алдағы уақытта шет аталарымызды, ата тегімізді әрбір ұрпағымыз білсін деген ниетте біз арнайы осы балаларымызға осындай шежіре кітабын жасап қойдық. Осы арқылы біздің балаларымыз ата бабасымен қай батырдың ұрпағы, қай өңірдің тумасы екенін біліп жүретін болады. Сәлем достар! Біз бүгін қызым екеуміз вафли жасаймыз, қызым? Вафлиге бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сүт, май, қант және қосымқаш қажет болады. Осы заттардың барлығын салып, қазір вафли дайындаймыз.